8 сынып 1 нұсқа. Берілген функция берілген. Осы функция үшін параболаның төбесін анықтауымыз керек. Параболаның симметрия өсін табыңыз дейді. Кейін OX өсімен қиылысу нүктесін табыңыз. OY өсімен қиылысу нүктесін табыңыз. Функцияның графигінің эскизін сызыңыз дейді. Бізде бірінші төбесін анықтауымыз үшін міне формула бар. Y тең A көбейтілген жақшаның ішінде x азайтылған m-нің квадраты қосылған n. Бұл жердегі m мен n төбелер деп аталынады. m x-тің орнына жүреді, n y-тің орнына жүреді. Сонда бізде мына формула бойынша x-іміз 4-ке тең болып тұр, ал y-іміз 8-ге тең болып тұр. Сонда біздегі төбесі 4 пен 8-ге тең деген сөз. Екіншісі, бізде екіншісіне айтып тұр, симметрия өсін табыңыз деді. Симметрия, яғни x өсімен симметрия. Бұл жерде x деген сөзіміз m-ге тең мына жерде. m-іміздің мәні 4-ке тең. Сонда симметрия өсі бізде координаталық жүйеде 4 нүктесімен жүреді. 4-ке тең болып тұр. Келесі, OX өсімен қиылысу нүктесін табыңыз дейді. Егер біз OX өсімен қиылысу нүктесін анықтауымыз үшін біз y-ті 0-ге теңестіреміз. Y тең 0 деп мына теңдеуді бастапқы берілген теңдеуімізді шығарамыз. Теңдеуді шығарған кезде дискриминант бірінші квадрат қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Формуланы есепті ықшамдап қысқаша көбейту формуласына келтіреміз. Кейін дискриминантты анықтаймыз. x1, x2-нің мәнін анықтаймыз. Бұл жерде бізде дискриминант нақты сан шықпады. 32 біздегі 16 көбейтілген 2-нің түбір астында, 16 көбейтілген 2. 16-дан 4 шығады, ал 2 түбірінің астында қалып қояды. Мына жерде жақшаның сыртына 2-ні шығарған кезде бізде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда 4 минус 2 түбір асты 2, 4 плюс 2 түбір асты 2 болып қалады. Сонда біздегі жауабымыз x. X-тің мәні 4 қосылған 2 түбір асты 2 болғанда 0, және дәл соның минус таңбасы болғанда 0 болады. Ал келесі д-сы. Бұл жерде д-сында бізде y өсімен қиылысуын анықтауымыз керек. Ол деген сөзіміз y өсін анықтайтын кезде біз x-ті 0-ге теңестіреміз. x-імізді 0 деп аламыз да, берілген теңдеуге қойып шығамыз мәнін. Сонда x-тің мәні минус 8 шығады. y-тің мәні. Сонда x-іміз 0 болғанда, y-іміз минус 8-ге тең деген сөз. Келесі, есінде бізде айтқан эскизін сызыңыздар дейді. Мына есепте біз жаңа графикті шамамен сызу үшін мыналарды ала саламыз. Бастапқыда тапқан. Бізде нақтысы емес эскизін сызыңдар деген. Сонда 0 болғанда минус 8. Біздегі x-іміз 0 болғанда y-іміз минус 8-ге тең деген сөз. Ал екіншісі, мына жерді қараңыздар. Мынау деген сөз 2-ден енді үлкен сан шығады дейді. Шамамен 6-дан асатын сан болып тұр. Сонда 0 болған кезде, міне қараңыздар, 0 болған кезде 6-дан асатын сан. Сонда шамамен бұлай сызып кетеміз. Мына бір нүктеміз мына жерде қиылысады деген сөз. Келесі, мына жерде уже 2-ден үлкен, мынадан 2 азайтылады, және 2-ден кіші саны шығады деген сөз. Сонда оның алдында болады. Міне, 0 болғанда 1 деген нүктеміз. Ал жаңа төбелерін тапқан кезде 4 пен 8 деп алдық. Параболаның ең біріншісінде төбесін анықтаған кезде. Сонда міне 4 болғанда 8 деп төбесін анықтаймыз. Енді осы нүктелерді біріктірген кезде шамамен график осылай болады. Параболамыздың. Екінші есебіміз. Бұл жерде біз А-сында минус 3 пен 2-ні қойып, x-тің есептейміз. Сонда f минус 3 болған кезде минус 3-тің квадраты азайтылған 8 көбейтілген минус 3 қосылған 3 болады. 9, 2 минус плюсты береді, қосылған 24, қосылған 3. 33, 3-ті қоссақ 36 шығады. Екіншісі дәл осылай 2-ні қойып есептейміз. 2-нің квадраты азайтылған 8 көбейтілген 2 қосылған 3. 4 азайтылған 16 қосылған 3. Сонда минус 9 шығады. Екінші бұсы.
M'нің мәні берілген. М мен 12. Мына жердегі М деген сөзіміз X-қа тең. 12 деген сөзіміз Y-ның мәні. Мынау X, ал мынау Y-ның мәні. Енді формулаға қоямыз. Сонда міне мынау бойынша M'нің квадраты азайтылған 8 көбейтілген М қосылған 3 тең болады 12-ге. М квадрат минус 8М қосылған 3 азайтылған 12 тең 0-ге. M'нің квадраты минус 8М минус 9 тең 0-ге. Енді дискриминантты шығарамыз. Сонда біздегі минус 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 9. 8-дің квадраты 64, ал мына екеуінің көбейтіндісі қосылған 36. Ол деген сөзіміз бізде 100. 110-ның квадраты. Енді М1, М2-ні анықтаймыз. Жазған кезде мына жердегі минус пен формуладағы минус плюсті береді. Сонда біздегі плюс-минус болған кезде X біріміз қосқан кезде 9 болады, ал минус 2-ні 2-ге бөлсек, X 2-міз минус 1-ге тең болады. Сонда бізде 2 мәні бар деген сөз. М1, мынау М, мынау да М. Сонда М1 тең 9-ға және М2 тең минус 1-ге. Сонда бізде 9-да 12 минус 1-де 12 деген сөз. Жауабымыз. Бізде үшінші есеп, жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өтуі қажет. Жүк машинасының биіктігі 16 метр, ал ені 4 метр. Өлшем бірлігі метр дейді. Туннельдің формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңдар дейді. Жүк машинасы осы туннелден өте ала ма? Жауабын негіздеңіз дейді. Өте алмайтындығы белгілі, өйткені төбелері 0 мен 8, бірақ біз бұны ауызша емес дәлелдеп көрсетуіміз керек. Бізде ені 4 метр дейді. Сонда біз X өсін 0 арқылы 2 бірлік оңға және солға жылжытамыз. Сонда 2 мен минус 2 шықты. Минус 2 мен 2-нің аралығы бізде 4 метр енді береді деген сөз. Формула бойынша жазамыз. Сонда төбелері 0 мен 8-ге тең. А төбесі деп жазайын. Үшінші есеп. А төбесі 0 мен 8-ге тең. Енді формула бізде Y тең А X минус M'нің квадраты. X минус M'нің квадраты қосылған N. Енді осы бойынша мен есептеймін. Y тең. Енді біздегі қарасаңыздар тармағы төмен қарай қалған. Сол үшін мен алдына минус қоям. Минус А. Мына жерде X минус 0-дің квадраты қосылған 8 болады. Сонда Y тең минус AX квадрат қосылған 8 шығып тұр. Енді осыны мен Y-ді 0-ге теңестіру арқылы шығарамын. Енді біздегі еніміз 4 болып тұр. Міне, минус, мына жерде қараңыздар, 0 болғанда минус 4, 0 болғанда плюс 4. Y-іміз. Сол бойынша есептеп анықтаймыз. Минус 4-те 0 және X өсімен қиылысуы бұл. X өсімен қиылысуы. Кейін 4 болғанда 0 болып тұр. Енді осыны орнына барып қойып көремін. Y-тен 0. Сонда жазамын. Минус
міне мына формула бойынша минус а x-тің орнына минус 4-тің квадраты қосылған 8 тең 0 болады. Сонда минус а кейін 16 болады көбейтілген. Қосылған 8 тең 0-ге. Сонда минус 16а қосылған 8 тең 0. А-ның мәні минус 16-амыз минус 8-ге тең. Сонда А-ның мәні 0,5-ге тең. 8 бөлінген 16 ол деген сөзіміз 2-ден 1. Яғни 0,5. Енді осы А-ның орнына осыны апарып қоямын. Сонда біздегі Y-іміз минус 2-ден 1 x квадрат қосылған 8 шығып тұр. Міне, мынау бізде формуланы анықтадық. Енді өте ма, жоқ па, соны анықтауымыз керек. Біздегі туннеліміз қараңыздар. Мына жерде минус 2 болғанда 2 деп есептедік, иә? Енді осы 2-ні мен x-тің орнына апарып қойып көремін. Сонда мәніміз минус 2-ден 1 көбейтілген, бізде минус 2 болған кезде минус 2-нің квадраты қосылған 8. Минус 2-ден 1 көбейтілген 4 қосылған 8. Мұна екеуін көбейтсек 1, 2-ге бөлсек минус 2. Минус 2 азайтылған 8 қосылған 8 тең минус 6-ны береді. Сонда бізде жауабы 6 болып тұр. Бірақ бізде айтқан биіктігі 16 метр. Сонда бізде жауабы өте алмайды деген сөз. Туннелден өте алмайды.